un pain au chocolat. Un, pas une. Un pain au chocolat. Сәлем достар, өздеріңіз көріп отырғандай, біз бүгін Эмили Парижде сериалындағы француз бәлішін дайындаймыз. Ол үшін бұл рецепттің басты кейіпкері, яғни шоколадты үгітіп аламыз. Одан кейін қамыр илейтін тақтайдың үстіне ұн себеміз. Жалпы бұл сериал жұмыс бабымен Чикаго қаласынан өнер ордасы Парижге қоныс аударған сұлу бикештің жергілікті халықтың мәдениеті және париждіктердің өмір салтымен танысуын өте көркем жеткізген. Романтикалық комедияның алғашқы сериясында Эмили француз асханасымен таныстығын осы бәліштен бастайды. Ол қатпарлы қамыр негізінде жасалады, сол себепті сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қамырды біркелкі илеп болғаннан кейін кішкене шоколад бөлшектерімен бірдей етіп кесіп шығамыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп қатты баспай ораймыз. Бұл қамырдың үлкен болып көтерілуі үшін маңызды. Енді пешке салатын противеннің үстіне пергамент қағазын жайып, үстіне бәліштерді орналастырамыз. Одан кейін бетін таза матамен жауып, жарты сағат демалуға қоямыз. Осы кезде бәліштің үстіне жағу үшін жұмыртқа, сүт және балдан тұратын сұйықтық дайындаймыз. Бұл өнім піскен кезде қоңырқай тартып, сыртының жылтыр болуына көмектеседі. Енді бәліштерді 220 градусқа дейін қыздырылған пеште 20 минут пісіреміз. Достар, бұл каналда әдеби шығармалар мен кино туындылардан алынған рецептілер салынатындықтан, олар өте оңай әрі тез дайындалады. Сол себепті тіркелу батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеоға себеп болған бұл көркем сериалдың жуырда, яғни Рождество алдын 2-ші маусымының премьерасы болады. Сол себепті бүгін осындай тәтті француз бәлішін дайындап алып, 1-ші маусымын көріп шығуға кеңес беремін. Merci. Have a bonne journée. Une, pas un. Une bonne journée. Oh my God. Oh my God.